Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Дариға. Бүгін сіздермен бұйырса осы жасықтың осы сабағымызда түгелдей схема арқылы тігуді және қалай дұрыс қосу керек екенін үйрететін боламын. Ең алдымен мінекей көргендеріңіздей мен екі түсті матаны араластырып тігетін боламын. Бұл біреу розовый, біреу ақ мата. Екеуі де велюр матасы. Ал енді матамызды қосып алуымыз керек. Одан алдын матамыздың түгіне қарап, үшеуі де түгі бір жаққа қарап тұру керек, яғни ворстары бір жаққа қарап тұру керек. Тура осылай қаратып алғаннан кейін ендігі кезек мінекей осы екі маталарым оң беті мен оң бетін беттестіріп, тура осылай ақ матамыздың екеуін қосып тігіс түсіріп шығуымыз керек. Сіздерге түсінікті болған болса, мен өзім айтқандай тура осылай етіп қосып алуымыз керек еді. Ендігі кезек схемада үйреткендей матамыздың бас жағын дұрыстап, ең алдымен старттап сызықтарымызды сызып аламыз. Одан әрі қарай мен сіздерге қалай үйреттім, тура солай етіп схемада салынған сияқты салып бастаймыз. Ең алдымен жанынан 3 сантиметрге бөліп алуымыз керек. Біздің схемамызда тор көздеріміз 3 сантиметрден болатын еді, 3-ке 3. Мінекей тура осылай етіп 3 қатар арасын 3 сантиметр етіп бөліп алуымыз керек. Ендігі кезек енінен де тура солай етіп 3-ке 3 шығару үшін енінде 3-ке 3 сантиметр етіп белгілеп сызып алып, тура осылай етіп сызып шығамыз. Яғни бұл біздің схема салатын орнымыз болады. Жалпы сіздерге түсінікті болса, тура осылай етіп до конца тор көздерімізді салып шығамыз. Ал мінекей бізде барлығы уже дайын болды, салынатын схема салынды. Ендігі кезек бізде соңына келген кезде осындай стартап сызықтардан қалып кететін қалдықтар болады. Маталар, ондай қалдықтар матаның келесі бетінде қалу керек. Өйткені өзі сондай бөлінген кезде тура осындай заңдылық орындалады. Мінекей яғни сол сызықтарынан тігіс түсіріп шығуымыз керек. Яғни екі бетіндегі де стартап сызықтары біріктіріп, тура солай тігіс түсіріп шығуымыз керек.